Сәлем достар, әдеттегідей сіздермен бірге Түршұры каналы түсіңізде қайтыс болған адамды көрінені білдіреді. Адамдардың түсінде қайтыс болған жақындары жиі көріп жатады. Көпшілік мұндай түсті жамандықтың белгісі деп жориды. Десе де түрлі түс жорамаларында мұндай түстерге әрқилы түсініктеме берілген. Бүгін біз солардың кейбіреуіне тоқталуды жөн көрдік. Түсіңізде қайтыс болған жақын туысыңызды көру жақын арада қиындықтардан арылатыныңызды білдіреді. Егер туысыңыз сізге ашулы болса, онда шынайы өмірде күнә жасағаныңыз. Егер қайтыс болған адамды түсіңізде тірі деп ойлап, оны жағдайы жақсы екенін көрсеңіз, оның о дүниеде жағдайы жақсы екенін білдіреді. Егер марқұм жаман әрекеттер жасап жатса, онда ол сізге шынайы өмірде жаман әдеттерін бойыңызда аулақ ұстау керегін ескертіп жатыр деп біліңіз. Түсіңізде қайтыс болған адамды сүйсеңіз, шынайы өмірде сіз күтпеген жерден байлық пен табысқа келенесіз. Қайтыс болған адам сізге таза, жақсы зат берсе, онда өзіңізде сізді қуанышты хабар мен жақсылық күтіп тұр. Ал ұсынылған зат лас болса, онда қиындықтар болатынын жайында ескертеді. Түсіңізде марқұммен бір төсекте ұйықтағаныңыз ұзақ өмір сүретініңізді білдіреді. Егер о дүниелік болған адамның түрі жайсыз болса, әрі оның дауысы қырылдап шығып тұрса, немесе жөтеліп тұрса, я болмаса түшкіріп жатса, онда жайсыз хабар аласыз деп есептеңіз. Тағы бір айтар кетерлігі, мұндай түс сізді әлдекімнің сатып кететінінің белгісі болуы мүмкін. Таныс адамыңыз түсіңізде тірі жүрсе, яғни о дүниеге аттанбаса, бұл да жағымсыз жаңалықтың белгісі болуы мүмкін. Демек, сіздің жаныңызда жүрген адамдардың бәрі жақсы емес, олардың бәрі бірдей сенуге болмайды. Олар сіздің жақын арада аяқтан шалу әбден мүмкін деген болжамды білдіреді. Егер қайтыс болған адам шағымданып жүрсе, онда оның өліміне өзіңізді кінәлаудан арылу керек. Ал егер қайтыс болған адам шешіміңізге көңілі толмай жүрсе, онда жақын арада шешіледі деген мәселенің кейінге қалдыру керек. Жалпы ол қайтыс болған адамның түске кіруі, түс көрушінің көңілге жақын қабылдайтыны, кез келген нәрседен күдіктеніп тұратыны, кез келген адамға сене бермейтінін білдіреді.